Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше десерттің рецептісімен бөлісемін. Японский десерт. Өзім бір жегеннен ғашық болғанмын. Дәмі өте дәмді, ерекше. Міндетті түрде сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ең әуелі қажетті заттардың барлығын осылай алдын ала өлшеп дайындап алыңыздар. Бізге бірінші су және де сүт. Оның үстінен қантымызды саламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң үстіне сұйық май, және де кез келген краситель түрін пайдалансаңыздар болады. Қызыл, сары, жасыл. Ал мен осы жасыл түрін пайдаландым. Осыдан 2-3 тамшы құйып, жақсылап араластырып аласыздар. Және де ең маңыздысы бұл мотеде бізде рисовый мука, оның клейковая деген түрін пайдаланасыздар. Басқа түрі жарамайды, себебі ол жабысқақ болып келеді. Сіздер басқа рисовый муканы қолдансаңыздар, мүлдем жабыспайды и рецепті дұрыс шықпайды. Сол себепті дәл осы түрін пайдалануға кеңес беремін. Бізде осындай сұйықтық болады, және де осыны араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, кішкене тесіктер жасайсыздар да, микроволновкада дайын болатын болады. Шамамен 2-3 минут шамасында. Егер 3 минут шамасында да ол қоюланбаса, тағы да 1 минутқа қалдырып, солай қою етіп жасап алсаңыздар болады. Егер сіздер басқа рисовый муканы пайдалансаңыздар, мүлдем бірікпейді. Өйткені өзім жасап көрдім. Басқа рисовый мукамен болған жоқ. Міне мен мына жерде 2 минуттай ұстадым, бірақ өте аз болды. Сосын тағы да микроволновкаға жіберіп, 1-2 минуттай ұстадым. Сонымен бізде қою болады. Оны әбден суғанша күтеміз. Ол суғанға дейін біз кремін жасайтын боламыз. Кремне творожный сыр және де сгущенка қажет болады. Яғни қоюлатылған сүтті салып, жақсылап екеуі біркелкі болғанша миксерлеп алыңыздар. Дәл осылай миксерлеп аламыз. Ең бастысы біркелкі болса болғаны. Бізде осындай болып шығады. Міне. Салмасына кез келген салмасын қолдануға болады. Енді қараңыздар, мына жерде біз кукурузный крахмалмен жаямыз. Қамырымыз осылай кішкене бір-біріне жабысқан болып шығады. Кукурузный крахмалды сеуіп жаясыздар, басқа крахмал қолданбаңыздар. Оның орнына дәл солай қолданасыздар. Міне кукурузный крахмалды сеуіп, 6-ға бөліп, дәл осы рецептпен 6 дана шықты. Осылай дөңгелетіп аласыздар да. Осы кукурузный крахмалдың көмегімен дөңгелек етіп жаямыз, барлығын дөңгелетіп аламыз. Оңай жайылады. Енді ішіне кремді осындай мешокқа құйып, айналдырып жағып шығатын боламыз. Ішіне клубника, киви, және де неше түрлі джем, варенье, нутелла, вареный сгущенка барлығын қолдансаңыздар болады. Осылай кремді жағып, орап шығасыздар. Дөп-дөңгелек әдемі болып шығады. Қамырды қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Қамыры осылай қалың болу керек. Міне әдемі болып шықты. Қалғандарында дәл солай жайып, ішіне мен варенкада қосып жібердім клубниканың қасына. Тағы да оның үстінен кремді жағып, дәл осылай дөңгелек етіп орап шығамыз. Дәл осы крем барлығына толығымен жетеді. Көптен құйып жасай берсеңіздер болады. Міне барлығын мұздатқышқа 2-3 сағатқа салып қоясыздар, тоңазытқышқа. Сонда кремі сіңіп әдемі болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Чаймен ішкенге өте дәмді. Маған өзіме бір жегеннен өте қатты ұнаған болатын. Өзім жасап көрдім. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.